Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін ересектерге арналған куртканы қалай таңдау керек екенін көрсетемін. Ол үшін енді әйелдерге арналған куртканы көрсетейін. Ер адамдарға да шамамен сондай болады. Енді қараңыздар, ол үшін мынау екінші жаңағыдай главный страницадан екіншіні басамыз, жоғарыда тұрған. Сол кезде мына куртканың суреті тұрады, сол куртканың суретін таңдаймыз әйелдерге арналған киімнен. Таңдадық. Енді дәл осы жерде мынау шет жақта, оң жақтағы шеттегі стрелканы көріп тұрсыздар ғой, иә? Соны басасыздар. Басқаннан кейін осындай бет шығады. Осы кезде екінші қатарда тұрған үшінші жазу бар. Мінекей, мына жерде көрсетіп қойдым, отметка жасап. Осы екінші қатардағы үшінші жазу, соны таңдайсыздар. Сол кезде бізге қажетті курткалар шығады, қыстық курткалар. Енді қараңыздар, дәл біздің Қазақстандағы куртканы таңдау үшін, қазір мысалы біреуін көрсейін, бірінші тұрған таңдайық. Астына түсіп қараймыз. 90%. Бұл жерде қазір мен сіздерге сразу түсінікті қылып айтайын. Басқасын көрейін. Описанияда бізге керегі жоқ екен. 90%. Аха, осы 85-90 осыда келеді. Мінекей осы жерде тұр. Енді қараңыздар, қыстық куртка таңдағанда бізде минус 25-тен кейін мына 300 грамм деп тұр, көріп тұрсыздар ғой. Сол 300 граммнан жоғары 300-310 грамм деген таңдау керексіздер. Дәл біздің Қазақстанның қысына сол керек. Енді сұрақ туындауы мүмкін, ол 300-310 грамм деген не? Мінекей, ол салмағы. Утиный пух еще қалың жылы куртка екен. Осындай салмағы 300-310 граммнан жоғары болу керек. Сол кезде дәл біздің қысқа жақсы жарайды. Еще утиный пух деп тұр, мына куртка дәл біздің сақтап қойыппын, біздің қысқа жақсы куртка екен. Енді әрі қарай мысалы тағы ашып қарайтын болсақ, мына жерді описанияға түсеміз, осылай төменге қарай. Мына жерде де тұр 300 граммнан жоғары. Осындай курткаларды таңдаңыздар. Енді болады кейде ұнатқандарыңызда 200-250 грамм деп шығуы мүмкін. Ол енді мына 250-300 грамм аралығы. 250-300 грамм аралығы десеңіз, анандай бір салқын күз болады ғой, сол кезге киюге болады. Бұл жерде перевод жасасаңыз, мына курткада негізі зимний куртка деп жазылып тұрады. Бірақ ол жақтың қысы дәл біздікіндей емес, бізге қарағанда жылы, сондықтан оларға зимний куртка болып есептелінеді. Бірақ дәл бұл бізге келмейді. Себебі біздің қыс оларға қарағанда аязырақ. Сондықтан осыны ескеріңіздер. Ең бастысы қыстық куртка таңдағанда, мына жерде грамм көріп тұрсыздар ғой, сол 300 граммнан жоғары болғаны дұрыс. Түсінікті ма достар? Түсінбесеңіздер, пікірге сұрақтарыңызды қойыңыздар, міндетті түрде жауап беремін. Достар, жаңа бірінші видеоның басында көрдіңіздер, оверсайз деген. Егер ұнатқандарың сондай болса, осы тұрған бетті переводчикке салып қарайсыздар. Бұнда бұл курткадан пухы қандай материалдан жасалған, сол туралы толық ақпарат көрсетіліп тұр.